Опа, көбелек. О, Тіржан бар екен ғой менен басқа. Адамдар болмаса да. Бұл видеоны көрмей тұрып, менің Instagram парақшама тіркелуді ұсынамын. Бұл жерден сіздер менің суреттерімді, тікелей эфирлерімді, және де түрлі қызықты видеоларымды, историяларымды, және де тағы басқа секілді түрлі керемет қызықты нәрселерді осы Instagram парақшамнан көре аласыздар. Сондықтан да барлығымыз тіркелеміз, сілтемесі төменде. Сәлем достар, сендермен Норка. Мінекей жаңа каналда қайта кездесіп отырмыз. Сағынып кеттім осы видео түсіруді дегендейше, осы сіздердің көңілдеріңізді көтеруді сағынып кеттім. Шынта енді мені де сағындыңыздар деген ойдамын. Байқайсыздар ма, әр видеода бір сөзді қайталай беремін. Әдет болып кеткен ғой. Шынта достар, бүгінгі жаңа каналдың жаңа видеосын бүгін біз рутин ба, енді дұрыс айттым ба, дұрыс айтпадым ба білмеймін енді. Осында рутинг фит деген бір керемет қызықты, енді қызықты ма білмеймін енді, точно қызықты деп ойламаймын енді онысы. Осында сол ойыннан бастағым келіп отыр. Толығырақ қазір өздеріңіз бұл ойын жайлы білетін боласыздар. Сондықтан да лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Мінекей достар, ойынның өзіне де кірдік. Негізінде орысша аударғанда бытовой подвиг деген бір ойын екен. Осында енді көп созбай играть деген тетікті басып жіберейік. Аха, новый день. Сегодня меня свои мысли на машинке дейді. Аха, бізге ең алдымен в общем-то кітап жазу керек сияқты. Я готов к новому дню. Аха, міне, обычный қазақтың да, негізінде орыстың да бір күні, негізі орыстікі ғой бұл. Орыстар шығарған бір ойын. Ескі үйдегілер сияқты, наяқты қаласы төселіп тұр деген сияқты да. Бірақ та стена қырылып қойғандай. Аты қалай дей? Ондай жоқ қой бізде. Очымта енді бұл ойынның мақсаты не? Біз бұл жерде әдеттегі бір скучный жизнь персонажа осының. В общем-то, осы персонаждың қызықты емес, қызықсыз күндерін бірге көріп өтейтін боламыз. В общем-то, міне, ештеңе де жоқ. Бір несі бұл жерде. В общем-то, адамдардың далада дауыстары естіліп жатыр, балалар ойнап жүрген. Бірақ та бұл жерде бір қызығы ешкім жоқ. Тек қана дауыстар естіледі. Барсаң, бірақ та ешкім жоқ болады. В общем-то, менен басқа ешкім жоқ сияқты. Или бұл жерде адамдар көрінбей ма? В общем-то, бірдеңе сонда. Так, что здесь такое? Телекте бізде ештеңе жоқ. Вырубаем нахрен. Міне, осы жерден ғой, печатать. Так, бірдеңе жазып кетеген. Не іздеді екен? Не сонда? Надеюсь, хоть сегодня я что-то смогу изменить. В общем-то, бұлың қызықсыз күндерін қызықты қылуымыз керек қой біздің. Мне потом будет стыдно это все показать другим людям. Никогда не устану думать об этом. Дейді, ой, мазга. Оны неменеге жазып отырсыңдар? Ой, студент па анау, студент емес енді, работник, жас жігіт қой, былай киімдеріне қарасақ. Аха, екі түрлі, екі бірдей кетый деп му кеды. Мына жақта еще бар. О, ақшама нені. Мына жерде, блин, лагать етіп тұрған жоқ, бірақ та мына мышкасы біртүрлі елім. Менің мышкам сондай ма? Пора менять. Так, үйін біріншіден көріп шығайық, обстановка дегендей. Аха, мынау бізде туалет, ванна, қолың жуып ал, бірақ та жумайды. Аха, бұл жерде тағы да. Аха, су толып тұр, бірақ та мына жаққа су алсайшы сен кішкене. Не кипишой, братишка. Бәрі жақсы болып кетеді. В общем-то, күнделікті өмір біздің өмірімізге ұқсас. Бұл жерде де келесің, тірлігіңді істейсің. Мысалы, біз үйге келіп компьютер ойнаймыз ғой. Бұл жерде, в общем-то, бұл жерде компьютер ойнаудың орнында, бұл жерде біз кітап жазамыз. Және о, есек жарып тастадың оны. Мына жаққа жармайсың мұны. Алуға бола ма екен, бұлар? Ашшыйна. Ашсайшы. Алуға бола ма? Алуға болады. Аха, тамақ пісіреміз. Хоп. Аха, так. Қабығын алып тасайын. Что-то бір түрлеген жұмыртқалар, прозрачный ма неме? Етек сондай ол керек қой. Так, енді газ қосылмайды, газ. Қосылды ма, қосылмады? Қосылды, походу. Мынау ашылады, ашыла ма? Ашылады, бәрі ашылады бұл жер. Так, мына бір тал жұмыртқамыз. Ол емес, дебил тарелкасымен алсайшы. Ой, есек, жарайды, наумын. Мананың өзінді қуырып жіберемізге. Давай, да пошел ты нахрен. В общем-то, кеттік біз бұл жерде түк қызық жоқ. Үйде, яғни біз далаға шығып қайтайық. Мына
жерде көршілеріміз. Ашы екең қарызымды қашан қайтарасың, Так, шифтпен біз жүгіре аламыз, жүгіре аламыз. Пойдем нахрен на улицу, делать нечего и дома. Так, выход, ага, немене Майнкрафттағы текстер ма? Так, почта. Бұл жерде тексеріп шайық барлығын. Не бар, не жоқ дегендей. Ештеңе жоқ па? Нихера нету. Так, бұл жерде таң атты ғой деймін, походу, Аха, опа, көбелек. О, тіржан бар екен ғой менен басқа. Адамдар болмаса да. Чё ты включи ёлкарный театр музыку на вырубай нахрен. Өшіре, әкең. На жерде кіріп кете аламыз, почтовый ящик, с его помощью можно отправить книгу. Біз кітап жазып болмын. Короче, біз неге апаруымыз керек қой. Ой, почтамен жіберуіміз керек әйтеуір бұл жерге. Енді солай ойлап тұрмын енді, басқа қалай. Так, кеттік біз. Немізге барып келейік. Эй, автобус, тоқта. Меня ты забыл, на работу отвези меня. Машинасы жоқ байқұс. Красавчик, не істемейміз. Аха, все, отырмайды да бұл жерге. Барлық экологияны құрттың ғой сен. Так, кеттік. Ақырында пара береміз. Водителі бар ма хотя бы? Көрінбейді очыда. Шын өмірде осындай болса, жалғыз өзің. Ешкім жоқ айналада. Не істесең оны істе. Ал отырады. Хоп, отырып барамыз. Бірақ та онда өмір қызықсыз болып кетеді. Өзің жалғыз. Ішің пісіп кетеді деген сияқты. Мы долго будем ездить? Дебил, что ли? Есе қайқа кетіп қалды анау. Жұмысқа апаруым керек еді ғой мен. Ешек, вот дебил. Енді нақта жол жоқ ары қарай. Ой, есалаң. Жұмысқа апармай қырдара деп. Блин, енді остановкаға дейін. Опа, автобусым келатыр, менің автобусым. Десек сен ғой еме? Жоқ, бұл емес. Тоқтана. Ой, көп те емес екен. Тоқтана. Кейін қақса да өлмейді ғой. Ай, блин, енді өте алыс емес екен негізі. Что-то ұзақ жүрген сияқты еді ғой. Ал енді күтеміз келесі автобус. Пока келесі автобус келгенше біз мына жерлерді қарап өтейік та. Аха, мусорный ящик. Алхамдулилля. Так, остановка. Өзі де келатыр. Не дейді? Я тебя люблю дейді. В общем-то біз кітап жазайық та. Не дейді? Кредит поможет получить 77-81-81. Түк түсінбеді. Десек нормально апар мені. Ақшаны төледік қой бағана. Отырмай-ақ тұрып барайықшы. Все, давай. Ага, еду на работу. Сегодня будет прекрасный продуктивный день, как и всегда. Пора работать. Ага. Все, goodbye. О, келіп те қалдық. Так, аха, бұл жерде не бар дегенде сағат бізде таңғы 9 опты. Не дейді? Постокоммунизм. Ага, міне біздің компьютеріміз. Так, мынау не? О работе. Вы набираете текст на компьютер для работы. С компьютером нажимаете. Ага, все, отырмаймыз, отырамаймыз, нахрен бұл. Так, мынау не? Мне кажется, что еще немного, и я просто не выдержу. Еще один день рутины. Не ол рутина деген вообще. Я просто разобью этот компьютер к чертам. Однако, что я тогда буду делать? В общем-то, бір сөзбен айтқанда бұл өзінің жұмысын ұнатпайды, бірақ та кітап жазуды ұнатады. В общем-то, типа бірдеңе сондай ғой. Жұмыс істеп отыр ма или ойын ойнап отыр ма? Компьютер бір қызық екен, Биқ. Бітетін түр жоқ қой мына. Текст жазып отыр ма или ойын ойнап отыр ма? Мне послышалось или біреу қорлап отыр мына жақта? Жоқ, қорлап атқан сияқты болып көрінді, бірақ та басқа бірдеңе екен ғой. Ой, бітші, елки-палки. Работа сделана, можете идти домой. Наконец-то. Ух, нихера себе. Это что-то мне не нравится, что-то хоррор сияқты бірдеңе ғой. Еду домой, день прошел не зря. Теперь можно немного отдохнуть. Ага, кеш батты, міне. Так, біздің үйіміз қаяқта еді, мына жерде, походу. Бұл жерде бір қызығы, қазір ұйықтамай қойық енді. Қай жерде? Мына жақта ма? Кішкене обстановка дегендерді көріп бете. Қаяқта мен үйіме? Так, мына жақтан шықтым, походу, мына жерде, Осы жердің бір жерінде. Аха, міне есік ашық тұр. Ой, аши, ёлпаштан все жүк. Опа, кітап. Когда же смерть? Я все страдал. Передо мною мир незвездный. Отсюда юноши. Мне Сириус сверкал. Сириус дрожал и искрил. Ой, стих жазып кеткен ғой мына. Кім біреу жіберді ма или бізге? О, тағы кітап. Осужденный на вечное. Бұның барлығын оқып
шығамын дегенше одан да ұйықтайық. Жалпы өздеріңіз кітап оқисыздар ма, соны білу керек еді. Алғаштарына мынау мусорың жинап жүрмейсің бе? Кейін светіңді өшіріп кетемін қазір. Так, крышаға шыға аламыз ба? Крыша не дейді? Все хорошо. Ага. Крышаға шығып, түнгі уже таң атып жатыр. Дебил что ли, жаңағына келдім мен жұмыстан. Не дейді? Солнышко. О, базара ноль. Таң атып жатыр ма, кеш батып жатыр. Хер его знает нахрен. Ага. Секіріп өле аламыз ба? Ой! Біреудің балконына түсіп кетті. Нихера ештеңе жоқ. Өлдім болды. Нихера өлмейді да бұл. Даже өлуге де не жоқ қой бұл жерде шанс. В общем-то, көп сөзбай кірейікші. Ұйықтайық. Тамақ ішіп аламыз. Бірінші беті қолын жуып алайық. Туалетке отырып алайық. Все, тамақ ішеміз. Баяғы нан, басқа түк жоқ бізде. Ярым. Бұл басқа овощидан басқа ештеңе жемейді ғой. Че, вегетариансың? Так, кітабымызды жазайық та ұйықтайық. Ага, басқа не дейді? Я устал, на сегодня хватит. Ой, есек. Все, лечь спать. Наконец-то сон. Сплю. Немене айдалада тұрдың мен? Или түсім ау? Түсі походу. Енді, нихера себе. Қиял сенде. Опа. Что за домик? Айда вперед. Музыка ойнап жатыр. Апасының үйіне келді ғой деймін. Тық десе. Аяқта бастығы соқылдап тұр дейді. Пора просыпаться. Меня ждет прекрасный новый день. Ура. Қайда ура? Күнделікті жұмысыңа орасың. Әне, тұрдың. Енді, че, еще хочешь печатать? Давай, без проблем. Мне это не трудно. Так, не дейді. Я снова думаю о себе. Я пишу эти строки. Я пишу о том, что когда-то чувствовала. А ты читаешь? Нет, как қанша жыл болды кітап оқымағам. Тупой өтетін болдық. Не дейді? Я устал, на сегодня хватит. Қумаш. Ай, да пошел ты нахрен, жалықтым. В общем-то, достар, түсініксіз бір ойын екен. Психический ойын ба, в общем, психологияға жаман әсер етеді екен. Бұны ойнап бітем дегенше миым ауырып кетті. В общем-то, достар, енді бұл жерде ойнай берсек, ойнай береміз. Күнделікті өміріміз сияқты бұл. Жұмысқа барасың, келесің, үйде жатасың, анау деген сияқты. В общем-то, бұны ойнай берсек, көп отыратын сияқтымыз. Бірақ та сонда да сіздерге ұнады деген ойдамын. Әрине ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Және де астындағы подписаться деген тетікті басып, қасындағы колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Менің алдағы керемет қызықты видеоларымды бірінші болып көру үшін. Және де менің қызықты видеоларымды, тікелей эфирлерімді, суреттерімді, және де менің күнделікті не істеп жүргенімді, общем-то соның барлығын көргілеріңіз келсе, менің Instagram парақшама тіркелеміз. Міне немесе осы видеоның астында, яғни описанияда. Общем-то, достар, сіздермен болған Норка. Алдағы керемет қызықты видеоларда жүздескенше қош сау болыңыздар.